Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Марияш өте тәмді әрі жұмсақ шығатын кекс дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, қалауым бойынша қант салдым. Блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Миксердің қажеті жоқ. 1 стакан сүт, қанты ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Жарты стакандай сұйық май құясыздар. Електен өткізілген міндетті түрде ұн болу керек, електен өткізіңіздер. Қопсытқыш салдым, 1 қасықтай. Жақсылап ішінде түйір қалмайтындай араластырыңыздар. Менің осы жасап жатқаным 15 штук кекс шықты. Міне осындай сұйықтық шығады. Енді формамызға салатын боламыз. Тым толтырып салмаңыздар, жартылай салсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша ортасына шоколад немесе жеміс-жидек, вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Осылай салып аламыз. Мен үстіне Қазақстан шоколадты пайдаландым. Балаларым өте жақсы көреді. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Үстіне шоколадты салсаңыздар, балаларыңыз тез-ақ жеп қоятын болады. Осындай болып шықты. 180 градуста 30 минут пісіріп аласыздар. Біздің кексіміз пісті. Өте әдемі әрі жұмсақ болып шықты. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды деген үміттемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Рахмет.